Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа сақтауға арналған өте дәмді өрік шырының дайындау жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Шырынды дайындау үшін ең алдымен өріктің барлығын жуып тазалап аламыз. Енді өріктердің ортасындағы сүйектерін алып тастаймыз. Осы тазаланған өріктерді блендердің немесе массировканың көмегімен толықтай езіп аламыз. Өріктерді осындай бір келкі етіп езіп алдық. Енді езілген өріктерді қайнататын ыдысымызға құямыз. Езілген өріктен 2 есе су құйып қайнатамыз. Яғни, сіздерде бір табақ өрік шықса, 2 табақ су құясыздар. Толықтай қайнағаннан кейін бетінде көбіктері шығады, міндетті түрде барлығын алып тастаймыз. Содан кейін 1 шай қасық лимон қышқылын және де дәміне қарай қант қосып жақсылап қайнатамыз. Осымен біздің шырынымыз дайын болды. Ал енді крышкаларды қайнатып, банкаларды булап, шырынды ыстықтай құйып аламыз. Егер сіздерге мякотпен болғаны ұнамаса, сүзгіштен өткізіп алсаңыздар болады. Біздің қысқа сақтауға арналған өте дәмді өрік шырынымыз дайын болды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен болған ардақ. Егер де видео рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыз.